Бесік әкелу. Біздің қазақта бесік әкелу деген әдемі салт болған. Бұл салт күні бүгінге дейін Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарында жақсы сақталған. Келін босанған соң өзін-өзі сыйлайтын кез келген ана құда-құдағиына құтты болсын айтып, қызының қал жағдайын білуге келеді. Ана үшін бұл парыз, өйткені жаты жыртық болған перзенті ана атанады. Ана болудың қандай екенін жүрегінен жылып қызын ұзатқан әр ана жақсы біледі. Демек қызының жай күйін көруге құда-құдағиының немерелі болған қуанышына ортақтасып, бауы берік болсын айта келуді санасы бар әрбір қазақ әйелі ұғып, әрі оны орындауы міндет болған. Бесік әкелудің өзі бір сүйкімді сән-салтанатпен өтеді. Кішігірім той болады, ән шырқалып, күй тартылады, жарасымды әзіл қалжың айтылады. Келіннің төркін жағы іздеуші, сұраушысы бар дегізіп бір топ болып келеді. Жай келмей, бала бесігінің жабдығын түгелімен шашумен қоса әкеледі. Немерелі болып жатқан құда-құдағиларына сәбидің кіндік шешесіне сый-сияпаттарын ала келеді. Қызы мен күйеуі баласын да құр қалдырмайды. Келіннің шешесі міне енді нағыз ақ жаулықты ана болдың деп қызының басына ақ орамал жабады. Әрине мұның бәрі әркімнің қал қадірінше жасалады. Қоңырқай тұрмыстылар өз шама шарқынынша дегендей, яғни белгілі бір тәртібі қатып қалған қағидасы жоқ, отбасының да жағдайына қарай атқарылатын шаруа. Ал қаспағы қалың, қазаны майлы дәулеттілердің жөні бөлек. Тарту тарағылысы да қомақты болыпты. Өзге сый-сияпаты былай қойғанда, олар қыз болсын, ұл болсын, жиендерінің киім-кешегін, жөргек жаялығын, салатын әшекейлім, оюлы күміспен нақышталған сандықшасына дейін әкелген екен. Бар болса неге мырзалық жасамасқа, жатқа емес, жиенге арналған ғой. Құдайға шүкір, қазір де аналық парызын өтеп, бесік әкелгетін немесе бесік орнына заманға сай баланың абысын, төсегін, орындығын секілді қажет бұйымдарын түгендеп әкелушілер баршылық. Бұл дегеніміз ежеден келе жатқан дәстүрдің ізін жоғалтпаумен бірге құда жекжат арасындағы жағымды жарастық бие құлындамаса ат болады, алыс-беріс болмаса ағайын жекжат болады демекші. Алыс-беріс деген жақсы қарым-қатынасқа дәнекер ғана емес пе? Әйтпесе ешкім жоралғы алғаннан бай болмайды, бергеннен кедей болмайды. Бесік әкелу бір жағынан құда-құдағиы арасындағы ілтипат, бірлік, татулыққа бет жүздік жолы болса, екінші жағынан әрі негізі жас босанған ананың мерейін өсіріп, көңілін көтеру арқылы өмірге келген ұрпақты ардақтау болып табылады. Кімнен жар алсаң, содан нәр аласың дейді халқымыз. Көңілі тасқындаған ананың қуаты сезім толқындарын балаға да тікелей жақсы әсер етеді. Төркіндері келіп, қуанышы артып, сағынышы басылып, енесіне батып, айталмағанын анасымен бөлісіп, келіннің өресі биіктеп, көкжиегі кеңейеді. Оның жүзі жарқын, көңілі тоқ болса, сәбидің де денсаулығы мұғым болатыны айтпаса да түсінікті. Олай болса, бесік әкелу ана мен баланың құрметіне жасалған көңіл тойы де бағалауымыз керек.